Ассалаумағалейкум, Қазспорт телеарнасының патша көңілді көрермендері. Сіздердің назарларыңызда жастар арасындағы көкпардан 12-ші ел чемпионаты. Бұл чемпионат Ақтөбе қаласында жалауын желбіретіп, керемет деңгейде өткені естеріңізде. Сонымен бүгінгі ойында біз сіздердің назарларыңызға Ақтөбенің жергілікті командасы Тайбурыл алаң иелері және олардың қарсыластары Адай-ата Маңғыстау облысының командасының арасындағы бәсекені назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бұл қос командада соңғы кездері өте керемет ойын көрсетіп жүрген командалар. Сонымен әуелі таныстыратын командамыз Адай-ата қонақтар Маңғыстау облысы. Ербол Ермағанбетов бастайды, Жоламан Сүндетбаев, Руслан Дүйсенбаев, Шымболат Ақбаев, Битөре Ахмет Али және Ерболат Өтегенов, Жігер Аманқос, Әнес Едреков, Жасұлан Қуанышұлы, Қазыбек Бекқабиев, Асқат Ауқатбаев және Ертай Әбдешев. Команданың жетекшісі Қанағат Сүйебаев, ал Бақытжан Кенжебеков бұл команданы жаттықтыратынын ескертейік. Ал Адай-аталықтардың қарсыластары Тайбурыл көкпар командасы мына тізімде өнер көрсетеді. Бердіғали Жакишев, Қанат Тұрсынбаев, Шымболат Тұрдыбаев, Бағдаулет Сәдібек, Төрехан Сарымсақов, Қуаныш Сәрсенбай, Серік Мырзашев, Алмазбек Кенегес, Сейділлә Дәулет, Әлшер Жақсыбай, Алшынбек Бектұрсынов және Оразбай Қойлыбайұлы. Команданы жаттықтыратын Нұрлан Дудай, ал команданың жетекшісі Бақтияр Төлеуов. Бүгінгі ойында әділ төрелік ететін ортадағы төреші Нұрхан Айтбаев, ал қапталдағы төрешілер Ырыскелді Байтасов, Амандық Қарабаев және Ақылбек Меңдіғалиев. Бірі Қостанайдан, бірі Қызылордадан келіп жатқан төрешілер. Сонымен қатар ардақты ағайын, бүгінгі ойын жалпы осы 12-ші жастардың чемпионатындағы үздік үштікті қорытындылайтын, яғни 3-ші орын үшіне бәсеке екенін естеріңізге сала кетейік. Екі топта 8 команда өнер көрсетті. Соның ішінен Тайбурыл Ақтөбе облысының командасы тек жамбылдықтарға есе жіберіп, өз тобында 2-ші орынды алды да, сонымен қазір міне 3-ші орын үшін бәсекеге шығып отыр. Ал Адай-аталықтар өз топтарында шымкенттіктерге есе жіберіп, Құлагер көкпар командасына міне қазір 3-ші орын үшін бақтарын сынайтын болады. Екеуінің күштері тең дәрежеде. Маңғыстаулықтар енді ақтөбеліктерге қарағанда азда болсын тәжірибелі десек те, өз алаңдарында өтіп жатқаннан кейін Тайбурыл көкпар командасының жігіттері Ақтөбенің намысын жерге жықпайтын шығар дейтін сенім мол. Сонымен бәсекені бастаймыз. Қазір ортадағы төреші Нұрхан Айтбаевтың ысқырығынан соң баста дейтін пәрмен берілгенін өздеріңізде көріп отырсыздар. Бірінші болып серкеге жеткен ақтөбеліктер болатын, алайда Маңғыстаудың жігіттері бірден серкені қолдан бере қойған жоқ. Кәдімгі аспан көк түстес жейдеде өнер көрсетіп жатқандар маңғыстаулықтар, ал тиісінше қанық көк түсте өнер көрсетіп жатқан Тайбурыл Ақтөбе облысы. Ортада жекпе-жек сайысы Бердіғали Жакишев пен Жасұлан Қуанышұлы. Ортада серкеге талас үстінде. Жалпы екі команданың жетекшілерде Қанағат Сүйебаев болсын, Бақтияр Төлеуов болсын, ұлттық спортқа ерекше үлес қосып жүрген бүгінгі таңда азаматтардың бірі, һәм бірегей десек артық айтпаймыз. Осы салада аянбай тер төгіп, бүгінде командаларын өте жақсы дайындықпен осы чемпионатқа қатыстырып отыр. Жалпы
Ақтөбеліктер соңғы уақытта тек көкпардан ғана емес, сонымен бірге аударыспақтан да өте ерекше өнер көрсетуде. Осы жастар чемпионаты барысында аударыспақтан да жарыс өткен болатын. Сол аударыспақтан жастар арасында Қазақстан чемпионатында биылғы жылы ақтөбеліктер 5 салмақ дәрежесінің 4-еуінде алтыннан алқа тақты және 1 салмақта ғана күміс жүлдеге қол жеткізген. Керемет нәтижені осылайша көрсетті. Ал Маңғыстаудың Адай-ата көкпар командасы ересектер арасында да, жастар арасында да өте белсенді. Соңғы үштікті қазір соңғы уақыттарда түйіндеп жүрген клубтардың бірі десек қателеспейміз. Бердіғали Жәкішев жекпе-жекте Серкені қарсыласынан тартып алған болатын. Алайда шабуылдан жақсы нәтиже шыққан жоқ. Қазір Шымболат Тұрдыбаев Серкеге жармасып жатыр. Өз қарқынмен барып қазір тастау керек, бірақ аттың жүрісін баяулатып алған сияқты. Мұндай кезде шабысқа шабыс қосып, қарсыластарына жеткізбей кәдімгі шаң қаптырып кету керек қой. Көрейік. Жалпы көкпардың тартысты өтуі расымен де екі командаға тікелей байланысты. Біз сөз басында айтып өттік, екі командада өте тең дәрежедегі командалар. Сондықтан алма кезек Серкенің екі командаға өтіп жатқанында содан болса керекті. Қазір Серік Мырзашев Серкенің тақымына басты. Серік ақтөбеліктерге осы уақытқа дейін қаншама салым алып келген, жеңіс алып келген спортшылардың бірі. Сондықтан тақымға деген Серіктен алысқа ұзамайтынын біз жақсы білеміз. Қазір әдемі тыс шығып кетті. Міне салуға мүмкіндік. Міне ашық қой, енді қазір салу керек. Және салым ардақтар. Темперамент сәл аздау болды дегенмен салым. Серік Мырзашев 1995 жыл туған, астындағы тұлпары сүлік қара, расымен де түсіне қарап қойған сыңайлы. Ақтөбе облысының ойыншысы, ойынның 6-шы минутында осылайша салымға қол жеткізді. Тайбұрыл мен Адай-атаның арасындағы бәсеке әрі қарай жалғасуда. Әзірге 1-0 есебімен ақтөбелік жігіттер алда келеді. Маңғыстаудың жігіттері есесін бірден жібере салатын осалдық танытпауға тиісті. Екі командада да жасырын емес. Қазіргі таңда барлық спорт түрінде қолданатын дүние легионер дейтін ұғым бар. Футболда, болмаса баскетболда, спорттың көп түрінде легионерлер бізде шетелден келіп жататын болса, жалғыз осы көкпарда ғана облыстан облысқа легионерлердің ауысатынын ескертейік. Осы команданың сапында өнер көрсететін бірнеше жігіттер, қос команданың да оңтүстік Қазақстанның Жамбыл облысының жігіттері, тіпті аттарды да сол аймақтардан алып келеді. Себебі нағыз көкпардың, командалық көкпардың, жаппай көкпардың аттарын дайындайтын
кәнігі атбегілердің көбісі осы еліміздің оңтүстік аймақтарында орналасқан, сонда қоныс тепкен. Сол жақта енді ұлттық спорттың кең қанат жайғаны жасырын емес, оны барлық адам мойындайтын дүние, және еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін білетін жайт. Оны жасырып, әлде болмаса барлық өңірдің ұлттық спорттың деңгейі бірдей деп жарияға жар салуға болмас. Осы өңірлердің арқасында бүгінде расымен де ұлттық спорт ерекше дамып отыр. Қазір Шымболат Тұрдыбаев пен Жасұлан Қуанышұлы қайтадан жекпе-жек сайысына шыққанын өздеріңізде көрдіңіздер. Жалпы көкпардың ережесіне сәйкес жекпе-жек сайысы көбінесе осы серке алаңның сыртына шығып кеткен жағдайда орын алады. Және ортадағы шеңберде жекпе-жек сайысы басталған кезде серкені жерден көтеру үшін 2 минут уақыт беріледі. Егер 2 минуттың ішінде тек осылай серкеге қол тигізбей теке тіресіп тұра беретін болса, онда автоматты түрде жекпе-жек тоқтатылады да, адам да ат та ауысады екі команданың тарапынан да. Сөйтіп олқылықтың орнын толтыруға тырысады. Бұл ұлттық спорт түрлері қауымдастығы және мәдениет және спорт министрлігі, спорт және дене шынықтыру істері комитеті тарапынан осындай ереже бекітілген. Қараңыздар, қандай тамаша жекпе-жек. Маңғыстаудың жігіттері ерлеп отыр. Жасұлан Қуанышұлы негізі екі жекпе-жекте де серкені бірінші болып жерден көтерген болатын. Бірақ салым салу кімге бұйырады екен, көрейік. Қазір маңғыстаулықтардың шабуылы. Қараңыздаршы, бүкіл қалың топты өзінің артынан ертіп алып тамаша шабуыл жасауға мүмкіндік бар еді. Бірақ серкені ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Өкінішті, ортада жекпе-жек сайысы болады. Нұрхан Айтбаевтың белгісі ортадағы жекпе-жек сайысын баста деп пәрмен бергенін көрдіңіздер. Серік Мырзашев және Руслан Дүйсенбаев ортада. Қазір Нұрхан Айтбаевтың қандай шешім қабылдағанын өздеріңізде көрдіңіздер. Сонымен арғарай ойын ортадағы шеңберден қайта жалғасады. Бүгінгі бәсекенің 4-ші жекпе-жегі. Серік пен Руслан қайтадан ортада. Жалпы осы жарысқа, чемпионатқа еліміздің 8 облысынан, 8 аймағынан командалар жиналған болатын. Оның ішінде ерекше айтып өтетіні Алматы қаласы және Ақмола облысы. Басқа аймақтарда енді көкпарға ерекше көңіл аударылатыны белгілі. Бірақ дегенмен соңғы уақытта осы
Алматы қаласында, Ақмола облысында, Астана қаласында сәлде болсын аяңдап қалғаны байқалады. Міне тағы да ортадағы жекпе-жектен маңғыстаулықтардың жолы болды. Қараңыздар, қандай тамаша шабуыл. Міне, тастау керек енді. Және салым. Нұрхан Айтбаев бұл шабуылды салыммен аяқтаған жеткізіп отыр. Ербол Ермағанбетов 1995 жыл туған шабандоз, астындағы тұлпарын Сайхан деп атаған екен. Ойынның 14 минутында есепті теңестіріп үлгерді. Өте тамаша. Қараңыздар, жалпы Ерболдың бұл жерде шеберлігінде айтып өтуге тиістіміз. Шеңберге Серкенің қай жерден тастаған кезде өте сәтті түсетінін екшелеп, ойлап, есептеп барып, өзінің жылдамдығын есептеп шауып келе жатқандағы әдемі салымға қол жеткізді. Өте тамаша. Бәсекенің бірінші кезеңінің аяқталуына небәрі 5 минут қана уақыттың қалғанын ескертеміз. Бәсеке өте тартысты өтіп жатқан өздеріңізде көріп отырсыздар. Үшінші орын үшін айқас, әрине өте жауапты сәт. Екі қос мықты команда. Расымен де ұлттық спорттың жанкүйерлері үшін бұл ойын күнделікті тамашалай алатын ойындардың қатарынан емес. Өзгеден өзгешелеу, темпі де жоғары. Кезекті жекпе-жек ортада қайтадан орын алатын болды. Шабуылдың барысында жалпы шабуылшыны Серкені тақымдаған жан-жақтан қысып, ойын алаңның сыртына шығарып жіберу көкпардың ежелден қалыптасқан осы командалық көкпардың ережесі және тамаша әдістерінің бірі. Ортадағы жекпе-жек сайысында Бердіғали Жәкішев пен Ербол Ермағанбетов күш сынасып жатқанын көріп отырсыздар. Ерболдың мерейі үстем болар ма дейтін ниет танытып едік, бірақ әдем бастаған Серкені жерден көтеруге келгенде сәтсіз аяқталды. Әрине оның себепкері Бердіғали Жәкішев екенін өздеріңізде көріп отырсыздар. Қараңыздаршы, аттардың қалай тұра қалып Серкенің түбінде. Қарсыластың қанша екпінмен жасап жатса да бір-біріне дес бермей. Міне Серке ортадағы шеңбердің сыртына шықты. Енді бүкіл команда бірдей атсалысуға мүмкіндік бар. Қалың дода, қызықтың көкесі осы. Қараңыздар шағайын. Көкпар деген бір құйын дейтін осыдан қалған ғой. Маңғыстаулықтар сытылып шабуылға шыққысы келгенімен Тайбұрылдың жігіттері жан-жақтан қақпайлап жіберер емес. Әрине, қос командада бір мақсат, бір мүдде, ол бүгінгі ойында жеңіске жету.
Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы, біз Қапталдағы төрешінің қызыл жалауын көтергенін көрдік. Демек, Серкені ойын алаңының сыртына шығарып жіберген. Шымболат Тұрдыбаев пен Ербол Ермағанбетов. Адаяталықтардың намысын Ербол Ермағанбетов осы жекпе-жекте көп қорғайтын өздеріңіз жақсы білесіздер. Төрешінің ысқырығы бірінші кезеңнің аяқталғанын білдіреді. Ендеше 1-1 есебімен аяқталған бірінші кезеңде салынған міне қос салым сіздердің назарларыңызда. Екінші кезеңнің нәтижесін сәлден кейін бірге білетін боламыз. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, Қазспорт телеарнасының эфирінде көкпардан жастар арасындағы 12-ші ел чемпионаты. Бүгінгі чемпионатта екі команданың өнер көрсетіп жатқаны бәріңізге белгілі дүние. Бұл екі команда еліміздегі танымал командалардың қатарында. Бірі Ақтөбелік Тайбұрыл жергілікті команда, ал екіншісі Ақтаудың Адаятасы. Екі команда қазір осы чемпионаттың 3-ші орны үшін ойын өткізуде. Бұл кездесудің нәтижесінде осы бәсеке барысында 3-ші орынға ие болған команда анықталатын болады. Ал келесі аптада біз өздеріңіздің назарларыңызға финалдық ойынды ұсынатын боламыз. Ол финалдық ойында әдеттегідей Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер мен Жамбыл облысының Әулиеата көкпар командалары шығатын болады. Қос клубта өте мықты жігіттерден жасақталған жақсы білесіздер, сондықтан тамаша ойын күтіңіздер. Ал бүгінгі бәсекенің алғашқы кезеңін көкпарда мүлт жібермей қарап отырған көрермендеріміз қалай тартысты өткенін көрді. 1-1 есебі тіркеліп тұр. Екі команданың күштері тең, бір-біріне дес берер емес. Қателікті пайдаланатындай ұрымтал сәтте екі командаға бірдей кездесіп жатқан жоқ. Қараңыздар, барлық кезде осылай. Серке бір шабуылшының тақымына түсе қалса, қос команданың да қорғаушылары жан-жақтан балға үйірілген арадай жинала қалады. Нәтижесінде шабуыл дәл осылай аяқталып жатыр. Ортада қазір қайтадан жекпе-жек сайысы орын алуға тиісті. Нұрхан Айтбаевтың ысқырыға қос команданың жігіттері шыққаннан кейін пәрмені берілетін болады. Міне, ортада жекпе-жек басталды. Шымболат Тұрдыбаев пен Ербол Ермағанбетов өзара шын мықтыны анықтауда. Жекпе-жектің жақсы сол, Серкені жерден көтеріп алып, командалық әріптесіне бірден Серкені ұзатып жіберсе, шабуылды тез ұйымдастыруға болады. Ал егер ілініп созылып қалып қойған жағдайда, осындай қалың додалардың нәтижесінде Серке кімнің тақымында қалары беймәлім боп, нағыз дода басталып кетеді. Міне қазірде біз соның куәсі болып отырмыз. Еңкею керек енді.
Тайбурулдың жігіттері бірінші таймда да алғашқы есепті ашқан болатын. Екінші кезеңдегіде қарқындары жаман емес. Көбінесе ардақтағы ағайын, көкпарда көріп жүрсіздер, өздеріңізде жақсы білесіздер. Бірінші тайм мен екінші таймның кәдімгідей айырмашылығы болады. Екі команданың біреуі бір таймда қарқынды ойын көрсетсе, екіншісі керісінше екінші таймда ашылады. Ал бүгінгі ойында біз ондай дүниені көріп отырған жоқпыз. Демек, екі команданың да үшінші орын аламыз дейтін құштарлықтар басым біріншіден. Екіншіден күштерді тең екенін байқап отырмыз. Серік Мырзашев пен Ербол Ермағанбетов қайтадан ортада. Екі минуттың ішінде серке жерден көтерілуге тиісті. Сондықтан жігіттерге ертерек әрекет жасау керек. Міне. Серік Мырзашев серкені өз тақымына басып алды. Ербол Ермағанбетовтың жармаса кеткенінде өздеріңіз көріп отырсыздар. Қалай болар екен? Міне, мәрегеде жақындап қалған сыңайлы. Сәл қиыстыра әкеп, міне, тастау керек. Қалай болар екен? Тамаша сәт! Және салым арды. Өте тамаша. Серік Мырзашев. Алғашқы салымның авторы болатын. Міне, екінші салымды да ойынның 25-ші минутында Сүлік Қара дейтін тұлпармен қол жеткізіп отыр. Жоқ, бұл жола күрең атты мініп шыққан екен. Әрине, тапсырыста өздерінің аттарын жазып береді, бірақ ойын барысында ауса беретін өздеріңізде жақсы білесіздер. Есеп 2-1. Адаятаның жігіттері бір салым айырмашылығымен артта. Егер осы есеп сақталатын болса, онда бүгінгі ойынның жеңімпаздарын және чемпионаттың 3-ші орын иегерлерін кім екенін өздеріңізде сезіп отырған шығарсыздар. Дегенмен әлі де 15 минут уақыты бар Адаятаның. Бұл 15 минут екі командаға да тиімді. Есепті еселеуге, теңестіруге барлық мүмкіндіктер бар. Бір салым айырмашылық дейтін бұл аса бір қатты үлкен есептік көрсеткіш емес. Сондықтан екі командаға да босаңсымай барын салуға кеңес берер едік. Бапкерлерінің де бар ойы осы болса керекті. Серік Мырзашев пен Ербол Ермағанбетов екі команданың футболдың ділімен айтқан бомбардирлері. Екі команданың тарапынан да 3 салымға қол жеткізген осы ойыншылар. Қазір Алмазбек Кенегес 5 минутқа ойыннан шеттетілгенін өздеріңіз көріп отырсыздар.
Әрине ойын ережесін бұзуға байланысты. Бес минут бұл ойын үшін, көкпаршылар үшін ауыз толтырып айтатындай уақыт. Сондықтан Адай ата көкпаршыларының мұндай мүмкіндікті мүлт жібермеу керек. Қараңыздаршы, әдемі шабуылдың қалай нәтижесі аяқталған. Және қазір салым салуға мүмкіндік бар. Және салым, ардақты ағайын. Бұл салымның авторы Әнес Етреков, 1996 жыл туған шабандоз. Жалпы астындағы тұлпары Тегеран. Маңғыстау облысы ойынның 32 минутында осылайша есепті теңестірді. 1 минут уақытта 1 минут жібермей-ақ алаңнан қуылған ойыншының қателігін осылайша әдемі пайдаланып кетті. Өте керемет. Енді Тайбұрылдың жігіттері тым болмағанда бір салым салу керек. Серкені ойын алаңның сыртына алып шығып кеткенін өздеріңізде көріп отырсыздар, таласып отырып. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Бүгінгі ойынның аяқталуына көп уақыт қала қойған жоқ. 5 минуттан астам ғана уақыт қалды. Шынболат Тұрдыбаев пен Ербол Ермағанбетов ортада жекпе-жек сайысында өнер көрсетуде. Міне ортадағы төреші ойынды әрі қарай бүкіл команда болып жалғастыра беріңдер деп пәрмен етуде. Міне, тамаша шабуыл. Қараңыздар, қандай тамаша. Міне, тасталды, бірақ салым жоқ дейтін белгіні біз Нұрхан Айтбаевтан біліп отырмыз, яғни мәренің толық ішінде жатпаған серке. Сызықтан тысқа шығып біткен, әйтпесе шіркін осы салым болып біткенде, онда маңғыстаулықтар әдемі жеңіске қол жеткізер еді. Әлде болса уақыт бар, тым болмағанда бір салым салуға, сондықтан төрешілердің шешімі қалай болады екен. Жалпы бұл чемпионаттың бас төрешісі бар, мемлекеттік жаттықтырушы бар. Ойын барысында ойынның бас төрешісі Қуан Құрамаев екенін айта кетейік. Сол кісілердің шешімімен ойынның нәтижесі белгілі болатын болады. Әзірге есеп 2-2. Тартысты ойын жалғасуда. Маңғыстаулықтар өздерінің әдемі бір мүмкіндіктерін жіберіп алды.
Әрине, қазір сол олқылықтың орнын толтыру үшін шабуылға шықпақ ниетте. Бірақ тайбұрылдықтардың қорғанысы енді масқара мықты екенін өздеріңізді көріп отырсыздар. Мұны жарып шығып өтудің өзі қиын. Не деген мықтылық жігіттерде, қараңыздар шардақтағы. Серкені ойын алаңның сыртына шығарып алғанын көрдіңіздер. Ортада жекпе-жек сайысса. Бүгінгі бәсекенің аяқталуына небәрі 2 минутқа ғана жуық уақыт қалды. Серік Мырзашев, Ербол Ермағанбетов қазір ортадағы жекпе-жекте өнер көрсетуде. Бұл қазір шабуыл жасалса, сол шабуыл соңғы шешуші шабуылдардың бірі болмақ. Сондықтан барынша тырысу керек. Қараңыздар, қандай тамаша бәсеке. Серік Мырзашев әлі де болсын орнынан қозғалар емес. Ербол Ермағанбетов айналып кеп қайта соғады, айналып кеп қайта соғады. Бір минуттың ішінде жерген Серкені көтеру керек. Әйтпесе, атты адамда ауысатын өздеріңіз білесіздер жекпе-жекке. Еңкеу керек енді. Уақыт. Төрешінің ысқырығы бүгінгі бәсекедегі уақыттың аяқталғанын көрсетіп отыр. Сонымен есеп 2-2. Жалпы бұл ойынның барысында екі мықтының өте мықты командалар екенін дәлелдеп, барша төрешілер алқасы екі командаға да 3-ші орында беруді шешкен екен. Олай болса біз қос команданы да құттықтаймыз. Аман сау болыңыздар.